Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымызды бастамас бұрын, Тұлға арнасына міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қойайық. Ахмет Байтұрсынұлының Қазақ газетінің оқырмандарына арнау сөзі. Заманына қарай адамы деген сөз бар. Мұның мағынасы заманның түріне қарап іс істеу. Төңірекке қарасақ, түнерген бұлттар көрінеді. Түбі қандай белгісіз. Не боларын білмейміз. Нұр болып жауып, жерімізді көгертіп, несібемізді молайтар ма? Болмаса, дауыл боп соғып, үйімізді жығып, үй ішімізді шашып тастар ма? Көзіміз бұған жетпейді. Жалаң аяқ, жалаң бас. Жеңдеріміз қиюсыз, етектеріміз жиюсыз, ашылып-шашылып жатқан халықпыз. Күннің не боларына көзіміз жетіп тұр. Дауылды жауын ету қолымыздан келмесе де, үйлеріміз қирамай, үй ішіміз шашылмай қалмауына амал ету керек емес пе? Сол амалға кіруге жұртқа мұрындық болатын нәрсенің бірі газет. Халыққа газеттің керегі қандай екендігін айтып өткеніміз ұнамсыз болмас. Әуелі газет, халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Адамға көз, құлақ, тіл қандай керек болса, халыққа газет сондай керек. Газеті жоқ жұрт, басқа газеті бар жұрттардың қасында, құлағы жоқ керең, тілі жоқ мылқау, көзі жоқ соқыр секілді. Дүниеде не болып жатқанын көру жоқ, не сөйленіп жатқанын есту жоқ, өз пікірін айту жоқ. Бөтен дүние жүзіндегі халықтар телеграмма, телефон, пошталардың арқасында бір-бірімен хабарласып, газет арқылы жұртты жиып, бір үйдегі адамдай сөйлесіп отыр. Дүниеде болып жатқан істер, сөйленіп жатқан сөздер кімге пайдалы, кімге залалды екендігін күні бұрын біліп, пайдалы болса шаттанып, залалдысынан сақтанып тұрады. Екінші, газет жұрттың уланбасына медет нәрсе. Олай болатын мәнісі жұрттың білімді, пікірлі, көргені көп көсемдері, оқығаны көп ғалым адамдары газет арқылы халықтың алдына түсіп, жол көрсетіп, жөн сілтеп, басшылық етіп тұрады. Үшінші, газет халыққа білім таратушы. Олай дейтініміз газеттен жұрт естімегенін естіп, білмегенін біліп, бірте-бірте білімі молайып, пікірі ашылып, қыр асты жетпекші. Төртінші, газет халықтың дауысы. Жұртым деп халықтың арын арлап, зарын зарлап, намысын жоқтайтын азаматтары газет арқылы халықтың сөзін сөйлеп, пайдасын қорғап, зарына қарсы тұрып, қарғаға көзін шоқытпасқа тырысады. Халыққа газеттің осындай пайдалы қызметтері бар екендігін білген жұрттар газетті киетін киімі, ішетін тамағы, үстіндегі үйінен соң керек нәрсеге санайды. Газеттің пайдасын білімді, өнерлі халықтар көбірек біледі. Сондықтан неғұрлым білімді, өнерлі халық болса, соғұрлым газет, журналдары көп. Оны мынадан байқауға болады. 1907 жылғы санаққа қарасақ, Ресейде сол жылы 2173 есімді газет пен журналдар шыққан екен. Оның 1396-сы орыс тілінде, 867-сі басқа тілде. Сол 867-нің ішінде біздің татар қандастарымыздың 30 шамалы газет журналдары болған. Бізде біреуде болмады. Онан бері 5 жыл өтті. 5 жылдың ішінде газет журналдардың саны бұрынғыдан да өсе түсті. Біз қосылар болғанымыз жоқ, айқап газеті шықты. Бұл бұрынғыдан да гөрі ілгері басқанымызды көрсетеді. Бірақ бір адым ілгері басып, сонымен тұрып қалсақ, онымен ұзай алмаймыз. Ілгері басқанның үстіне ілгері басарға керек. Қозғандарға жету керек, жеткендерімізден озу керек. Дүниенің төріне тырысқандар төрден озу керек. Дүниенің төріне тырысқандар төрден орын алып жатыр. Тырыспағандар есікте қалып жатыр. Есікте қалмай, төрге тырысайық. Басқалар төрге қалай бара жатқанына қарап, біз де солардың істегенін істейік. Ал Алаштың азаматтары, ақсақ қойдай,
Басқадан кейін қалғанымыз ба, жоқ қалмас амалын іздеп қамданамыз ба? Қалмаймыз десек қарап жатпалық, көбісіне көп болып жабылайық. Саңылаулы, саналы халық азаматтары көмек етіп, күш қосып демер деген үміт зор. Қолымнан не келеді деп қорықпаңдар. Ұлтына қызмет етуге ниет болса, жұмыстан болғандай. Көп жұмыстың ішінде ауыры да, жеңілі де болады. Халықтың бітіп, түніп тұрған нәрсесі жоқ. Әркім әлінен келер жұмысын алсын. Жадымызда болсын. Аз нәрсе көпке сеп болмақшы. Сәл демеу зорға сүйеу болады. Ұлы іс ұсақтан ұлғаяды. Кірпіш зор емес, қаласаң қандай зор үй шығады. Ұлы іс ұсақ істен құралып, зор болатындығын осылардан аңғаруға болады. Аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың, аруақты ата газетіміздің есімін қазақ деп қойдық. Ұлт үшін деген күштің ұлғаюына күш қосып, көмектесе қызмет ету қазақ баласына міндет. Қызмет етемін десеңдер, азаматтықтың зор жолының бірі осы. Милет халын ойымызға алып, қызмет етуді мойнымызға алып, талаптанған бір ісіміз осы. Құдай сәтін салқай, әмин деп қол жайып, оп деп күш салып, алла деп іске кіріселік. Қазақ газеті 1913 жылғы нөмір 1 басылым. Осымен біздің шығарылымыз аяғына келіп жетті. Келесі шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып, қоңырауды басып қояйық.